Сәлеметсіздер ме? Қандалаға дезинфекция жасаймыз. Қазір қандай дәріні пайдаланамыз, оны қалай дайындаймыз және немен араластырамыз. Видеоны толығымен қарап шықсаңыздар, қандаладан 100% құтылуға болады. Және қандаланың қай жақта отыратынын барлығын толық ақпарат береміз. Мынау дәрі біз барлық жерде реклама жасап жүрміз. Адамға зиянсыз, иісі жоқ дәрі. Мынау 50 мл. Міне қандаланың суреті тұр. Қандаланы дәрілеуге арналған. Иісі жоқ, бірақ иісі жоқ деп жай жүре беруге болмайды. Міндетті түрде осындай медицинский маска пайдаланасыздар. Енді бұны неге дайындаймыз? Бұның өзімен дәрілемейміз әрине. Бұны суға араластырамыз. Әр нәрсенің өзінің дозасы бар. Мұнда 50 мл дәрі. Бұны біз 5 литрге араластырамыз. Яғни 1 литрге 10 мл құямыз. Міне 5 литр ыдыс. Мынау осыған дәріні толық құя саламыз. Міне түсі осындай. Түсі жоқ, яғни су сияқты. Міне барлық дәріні толық құя саламыз. 50 мл 5 литрлік суға араластырамыз. Су ыстық болмау керек, суық болмау керек. Жылы болады. Осылай араластырамыз. Бұл аппараттың аты Полисайт. Бұл шамамен 9.000 теңгеден 15.000 теңгеге дейін. Және мынау барлық жерде сатылады. Бағасы 3,5 мың, 4,5 мың, может оптың басқа жерлерде болса 2,5 мың теңге болуы мүмкін. Бұл 3 литрлік ыдыс. Бұл 3 литрлік ыдысқа 30 мл құямыз. Мынау 5 литрмен құйылып жатыр, мына жерге дейін келді. Бұны қатты толтырып жібермейміз, қатты толтырсақ 5 литрден асып кетеді. Мынадан 30 мл құямыз. Осы ыдыс та негізі барлықтарыңызға доступный, осыны алуға болады. Егер квартираңыз үлкен болса, онда мына ыдысты да алуға болады. Негізі дезинфекцияны, арнайы дезинфекция маманы жасау керек. Солай айтқан күнде де адамдар өздері түрлі нәрсені жасап жатады. Біреулер уксус шашып жатады, біреулер ыстық су құйып жатады, тағы не істейді, парит етем дейді. Прям не деген жұмыстар деймді. Қанша уақыт сомен алысқан, не деген әбіржулер, оны да еще дұрыс жасамайды. Диванды жасайды да болды, қоя салады. Қанша видеолар салсаң да видеоны аяғына дейін көрмейді. Басын көреді да болды, солай хабарласа береді. Не деген сұрақтар қояды? Кетеді ма? Точно ма дейді. Точно кетеді. Точно кетеді. Бірақ біз бұны дұрыс дәрілемейміз, дәріні дұрыс пайдаланбаймыз. Дәріні дұрыс алсақ та осылай дұрыс дозасын араластырмаймыз және басқа жерде дәрілейміз. Ол диванда тұрса, диванның бетін шаша саласыз. Қандала қай жерде тұр, соны ерінбей тауып, яғни диванның бетін ғана емес, диванды төңкеріп, соның астын қарасаңыз, сонда қандаланы табасыз. Ол қандаланың үстіне тимегеннен кейін, сіз жай шашасағанмен ол әсер етпейді. Иісі бар неше түрлі дәрілер пайдаланады. Уксуста өзі неге өмірге зиян. Ол только бір кішкене ғана дозасын тамаққа қосады. Оны да көп қоспаймыз. Уксуспен де квартираны ысытып дәрілеп, ол уксустың иісі сосын кетпейді ғой, заттарға шашқаннан кейін. Және ол да балаға зиян, үйге зиян, көршіге зиян деген сияқты. Соншалықты неге қауіпке барады да адамдар, бірақ дезинфекцияға звондауға болмайды. Олардан не сұрауға болмайды, ақпарат сұрауға болмайды. Ақпарат ақылы десең болды. Оған ақша төлегенше, өзі әр нәрсені шашып, сонша өзін шаршату керек та. Неге соншалықты адам өзін қинайтын? Олай қиналмай, мысалға бізде осы дәріні заказ беріп, алдырып, өздері дәрілеп, бірақ жасап кетіріп жатқандар бар. Көбейіп кеткен жағдайда 2 рет жасап жатқандар бар. Және дәріні алмай-ақ бізден ақпарат алып, сонымен кетіріп жатқандар бар. Қуанып. Және ақпарат алғаннан кейін жаңағының негізі желіде, интернетте неше түрлі нелер бар. Ақпараттар бар. Кетпейді. Интернетте ақша табу ғой бәріміздікі.
Менікі емес деп қояйын да, бірақ менікі де ақша табу негізі. Сол, бірақ ақшаны да дұрыс тапсақ. Сол үшін әртүрлі нәрсені оқып алып, дұрыс жасамай, сонымен адамдар алысып жатады. Осымен бірінші видео бітсін, келесі видеомызда қалай дәрілейміз, қандаланы қай жерден көреміз, қай жерден табамыз, соны айтатын боламыз. Міне блокада антиглок, мына 3 литрге араластырғанымыз, бас астында 20 милли қалды. Және мынау 5 литрге араластырғанымыз, міне ішінде толық жоқ. Мына суды араластырып, ішін шайып құямыз. Бұндай нәрсені дәріні мусорға тастамаймыз. Өйткені ол мусорда жанады. Бұна улы зат. Бұны суға ағыз береміз, немесе үйді дәрілейміз міндетті түрде. Суға араластырып пайдаланамыз. Өте улы баланың қолы ұстамайтын жерге қоямыз қойғанда да. Одан да үйтіп қиналғанша лучше дезинфекция маманы шақырып, солай құтыла салған дұрыс. Лайк басып, подписка жасап кетіңіздер.